деген сияқты ниет қой. Мен қалай не уверен өзіме айтшы. Қаншалықты сен өзіңе уверенсің, что Майяны алып алатында мысалы. Мен сен қарайды деп ойлайсың ба? Айтайыншы, қарамайтын ол екінші сұрақ. Қара бет болып қалып, зачем саған онда? Мен бетім ақ, ниетімді де сен айтатын адам емессің. Вот ниет жайлы екеуміз айтпай қойық. Сен де айтпай қойында ниет жайлы. Сонда сіздің ниетіңіз дұрыс болып тұр ғой бұл жерде. Жоқ, тоқта Жәнібек, әңгімені бұл жерде сен бастап отырсың. Бастан. Дұрыс па? Сен мен ортаға тығып отқан. Мен үндемей отырдым. Мен тықпадым сен ортаға. Жәнібек, сол кезде не айттыңыз? Немесе өзім... Жоқ, мен айттым, әлде жұпқа дейін барасынан ғой, мен жұпқа дейін әлі дайын емеспін деп айттым, ондай әңгімем болды, сөйлесетін әңгімеміз бар деді, бар деп айттым, сондай нәрсе. Одан кейін тұрды да, не деп айтты, сөйтіп айтты негізі, мен таныстыққа сөз салсам, мен айттым, көрейік те, давай көрейік дедім қаншалықты салалатын, мен сөйтіп айттым. Осындай баласы ханым, осындай тайғанақ әңгімелерден кейін адам баласына ойсап береді да жігіттер. Мен жай ғана бір сұрақ ретінде сұраған болатын. Сен сұрақ қойсан да бәлге дұрыс емес. Әр сұрақтың негізі өзінің реті болады негізі. Жәнібек, өткенде кім Нұржан екеуіңе балауса ханым не жасаған болады, замечание жасаған болатын. Қайтадан қойсашы, айтып отырмыз ғой, очередьпен сөйлейік. Үстіп бір-екі сұрақ қойғанға бұл Жәнібек алып маған қарай Майяны итере салған негізі дұрыс емес. Мен бірдеңе айтсам болады ма? Енді Жәнібектің қазір айтып жатқанына шок болып тұрмын. Может, мен мысалы бұл кісілердің ешқайсына повод беріп жатқан жоқпын ғой. Ондай әңгіме сіздің өзіңізден деп ойламайсыз ба? Қарындасым сияқты көремін, жұптыққа дайын емеспін деп айтып жатырсыз да. Может, содан кейін солай қабылдап жатқан шығар. Балауса ханым, сұрақ Жәнібекке қойылды. Қарындасым ретінде Майя, мен сен олай негізі өзің көріп жүрсің ғой, саған деген қалай күнделікті кездесу, семен қалай. Негізі мен ойлаймын, басында сен бүйтіп жанып келдің да, и соңғы жағында мен емес, керісінше сен бір бүйтіп кетіп бара жатқан сияқтысың. Сон байқалады да сені, сондай бар ғой, байқалады ғой. Майя, постоянно негізі, мен өзім хабарласам, өзім іздеймін, не істеп жатсың. Сен тарапынан ондай нәрсе жоқ қой. Басында бір күшті келдің, может, маған сәл андай қарындасым арқылы, может, олар мақтағаннан кейін келген шығарсың. Қазір ондай тарап, ондай Майяны көрген жоқпын. Сіз басқа тақырыпқа көшіп кеттіңіз. Нақты мәселе неге жігіттердің барлығы, мысалы, тіпті сіздің өзіңізге айта алады. Мен керек болса тартып алам деген әңгімені. Біріншіден, әңгіме бұл жерде қыз туралы болып жатыр, зат туралы емес. Екіншіден, неге ол жігіттер айтады деген сұрақ, сіздің өзіңіз жауап беруіңіз керек. Майя айтып отыр, бәлкім сіз қайта-қайта бір шегінген кейіп танытасыз, содан кейін де жігіттер ойлайды, мүмкін шынайы көңілі жоқ шығар, осыған сөз сала берейік, бәлкім мен де көңілімді аударайын дегендей. Негізі, мен жалпы ондай нәрсе көп айтқым келмейді. Көбісі сұрайды, қалай болып отыр? Мен жай ғана айтсам, жақсы деп. Содан кейін көбісі ойлайды, болды, Жәнібекте ниет жоқ, жай ғана бір галочка сияқты деп ойлайды. Содан кейін өздерінің нелерін, арғы ойларын айтып қалады. Балауса ханым, енді мен айтайыншы Балауса ханым, бағамен кіре алмай отырмын. Айтамын да, Жәнібек, негізі сен ашуланып отырсың ғой бағана барыс сөйлеген кезде, бірақ қызғанатын адам болады өзі. Барыстан қызғанғаның енді білмеймін біртүрлі сияқты. Майя кішкенті қарасы, барысқа қарайтын қыз ба негізі? Мен болсам, ладно, түсінуге болады да енді. Ойбай! Бірақ енді айтам да ше, әжір қоя тұр. Бағанағы мен Бүжайдың әңгімесінде қалып тұрмын да ше. Бүжай айтам да құрыстырып бір андай адамның басын кетіріп, андай қатысушыларға таңым бар. Не дейді, мен өзім алып қалам деп, сен Майяның жанынан, Майяның әңгімесінен шыққанын кеше ғана ғой, Жансаяға сөз салғаннан кейін шықтың ғой сен Майяның әңгімесі. Әйтпесе, және өзің білесің, кездесуге барған кезде Бүжай деген ойбай қырындап, жанына отырып, әзілдеп, бұның жанын сөйтіп отырады ғой негізі. Жансая болып, кәдімгі дивана болып отыр ғой, бұл кісі деген кәдімгідей қатысушыларға таң бар деп. Осы жаңа айтып тұрғаным сол ғой, барыстан қызғанатын жөнім жоқ, енді кішкене бір жан-жағына қарап қойсаң. Өзің диванасың, кімге би боласың дейсің. Білмей?
мен түсінбеймін бекзат жекеге Кім сен тұрады? неғып отқан Барыс. мен қай жерім бір жерім қисық па бір жерім жетпей тұр ма бекзат Сенің біраз жерің қисық қой менің. негізі. А Сенің біраз жерің қисық қой негізі. біраз жерім Бауырсаған. қисық па егер тағы бір жекеге өтетін Кішкене- болса мойныңды бұрап тастаймын бекзат. Мә бұрамай ақ қойшы өтініш өзі жігіттер бұра алып тұршы. жақсы, бекзат барс екеуіңіздің бір араларыңызда шешілмеген мәселе бар сияқты. Білмеймін, біраздан бері бір-бірлеріңізге сөзбен тиісесіз. иә жарнама кезінде шешіп аламыз қазір. Бауырсахан Жоқ, қазір шешші. жаңа бекзат Бір айтып кетті ғой. жарнама кезінде тазашы барса берші микрофон. Жаңа сөзіңе жауап берші енді мойныңа бұрап аламын бірдеңе деген. Сен неге жекеге өтесің? Мен сенің тарапыңа бір ауыз сөз айттым ба? Қара, Бекзат деген аузымнан сөз шықты факт ма? айтып отырмын, по факту айтып отырмын мен. Қандай факт? Кәдімгідей факт, саған Жігіттер, қарамайды ол қыз, білесің барып ба? қоя Қарамайды тұрыңызшы. саған, бұрылып Бекзат- та қарамайды негізі. Бекзат, сіз өзіңіз бір нәрсе қалап отырсыз ба? Ештеңе қалап отырған жоқпын Баласахан мен. Просто жаңа сөзіне кішкене Неге қайтадан қозғап жатсыз? Неге? Ушықтырып жатсыз? енді Баласахан ол да кішкене айтып отыр ғой, мойныңыз аламын деген кішкене бізге ерсі сөз сияқты. Жоқ Ол да енді дұрыс Баласахан провокацияға шақырып жатыр да өзі бағанан бері. Қисықсың, анаусың, мынаусың саған қарамайды деген сияқты ол әр адамның бір шаңбайына Ол тиетін факт сөздер қой деп енді. ойлаймын мен. Менің ойым ғой ол. Енді сен өзің де қарасашы, тістерің қисық, бойың 1 метр мысалышы. Жігіттер, Аузың жайдай деген жақсы, сияқты. Мен оны айтып отқан болды, жоқпын ғой. жеткілікті. Керек Негізі, емес. Екеуіңіз де бір-бірлеріңізден қалыспай, қалай адамның сыртқы пішінін не өзіне қарай жекесіне өтуге болады. Екеуіңіз де сабыр сақтаңыздар. Болды. Ринат, Бауырсахан мен жаңа бекзат айтып отыр, Маяның қасынан енді ғой шыққан Жансаян қыз. Жоқ, олай емес. Мысалы міне Майамида Жәнібектің көзі отыр. Бауырсахан мен Маяны андай дос ретінде қарындас ретінде жақсы көремін. Міне өзі де маған айтады, постоянно қалжыңдайды, ойнайды. Міне Жәнібектің өзінде куә ғой. Мен бірақ ондай бүйтіп Бекзат, жігіттер қойсаңдаршы натуре. сабыр сақтаңыздар. Сабырға келіңіз. Ол негізі жаңа Керек емес. Бекзат енді негізі ол бекзат сен өзінде сондай үйреніп қойғансың ғой, үштікке түсіп біреудің қызын тартып алу, ондайға сен мастер екеніңді білеміз. Оның алдында Жәнібектің де қызын тартып алғансың. Бірақ бізде ондай арам ой жоқ екен. Біреудің екі ортасына түсіп, мысалы маяға қырындап, бізде ондай жоқ. Алдында не деп отырып, бір қалжыңдасқанымыз бар. Еще Мая маған көзін қыс, мен де көзін қысты, бір қалжыңдағанымыз бар еді. Бірақ Ринат, оған қатысты Бекзаттың сөзінің жаны бар. Өткен жолы сізден Жәнібек қызғанып қалды. Білесіз бе? Есіңізде ме? Артық әзілдеу болды Мая екеуіңіз. Бір-бірлеріңізбен тым жақын әзіл болды деген сияқты әңгіме болып айтылған болатын. Мен ойлаймын, Бекзат содан кейін де айтып отыр деп. Бауырсаға мен өз жерде Жәнібектің өзіне ескерткем, Жәнібек көзімді қыстым. Бұл қалжың тек әшейін деп ше. Жоқ, бетекші. Балдар қандай ойда болады екен болды. Ондай басқа арам ой. Андай ғой, Жәнібек, өзің білесің ғой. Жоқ, ондай болды. Біз әше андай не істемей ақ қойыңдаршы. Андай әлдеқандай өмей ақ қойыңдаршы мағаншы. Сен алдында айтқан болатын Жәнібекке. Мен сені білемін, что до конца бармайтындарын деп. Тура барсын сөзін сен айтқан болатынсың, өйтіп құрыстырмай отырыңдаршы мына жерде, а? Сен сол кезде айтқансың. Қай уақытта айттың кездесуге барған кезде. Өтірік мойындамай қалғанша айтсы конкретно. Жәнібек мен соны айттым ба, до конца бармайсың бар, бәрің бе әйтеуір отқан біреулерсіңдер әйтеуір. Айтшы. Жоқ, одан кейін сөйлескен болдыңыз Бекзат, сен одан кейін сенде болмадың ғой. Онда бастық тарапында мен Бүжайға да айттым, Бүжай негізі бұл әрекет болмайды, іс әрекет. Маяға да айтқан болатын. Ондай керек емес деп. Одан кейін оны түбегейлі қойған болатын. Екеуміз сөйлесіп бұл нәрсені тақырып жауып салған болатынбыз. Одан кейін жақсы әдемі қарым-қатынас. Керісінше соңғы кездері осы 2-3 эфир Бүжай айтып жүр, жұптыққа сөз сал деген әңгіме Бүжайдан шығып жүр. Басында ондай, сенің сөзің рас, басында ондай болды. Бірақ одан кейін Бүжайға бандай еркекше сөйлестік, Бүжайға да айттым, Бүжай керек емес бұндай нәрсе деп, өзіне де жарыспайтын дүние деп. Ол қойылған болатын ол нәрсе. Алишер. Баласахан негізі білмеймін, жігіттер неғып өйтіп сонша бір-бірін түсіріп саған қарамайды, ешқайсысына қарамайды негізі бұл жерде. Мая өйткен алдында нүктесін қойып айтқан болатын. Сондай сұралды ғой сол кезде. Сол кезде жоқ, мен есіл Жәнібектен кейін мен ешкіммен таныспайын деп нүктесін вроде қойған болатын. Так что олайынан өздеріңді пихат етіп керек емес негізі. Бір жақта басқа әңгіме да негізі жаңағы мәселе.
мысалы Жәнібекте жарайды, негізі әр адам әртүрлі. Мен Жәнібекті қалай таныдым, ол шынымен де ақ көңілдігі болды. По-любому ақ көңіл болып жүреді негізінде ше. И мен ойлаймын да, Жәнібекте андай болған сияқты, просто типа жарайды, барыс айтты әңгімесінде, типа көрейік ал не істейтін деген сияқты ғана ниет қана болды да. Просто бағана Маяның сөзінде алып қойдым. Негізі бағанағы кезде айтты, менің тарапынан сезімім әлі ештеңе ашылмай жатыр дегеннен кейін, бәлкім Жәнібек сол нәрсесін жұрттыққа сөз салмай жүрген шығар. Үйте ата-анамен тұрмаймын дегені бар. Жаңа айтты ғой, бір шешіп алатын мәселелеріміз бар дегендер дүние. Екеуін сырласуға жібере саламыз ғой негізі. Кішкене мешать етіп жатсыңдар жігіттер. Сол үшін Балауса ханым негізінде Маяның тарапына бағана Жәнібек айтқандай. Бекзат, барыс. Немесе тыңдап отырыңыздар, немесе екеуіңіз де шығып кетіңіздер. Немесе біреуіңіз ғана шығыңыздар, себебі сыртта да әңгімелесіп, біздің мазамызды аласыздар қазір. Әлішер, сөзіңізді аяқтаңызшы. Негізі жаңа Жәнібектің айтқандай бір солай көрінеді сырттай. Шынымен де басында Мая келген кезде кәдімгідей келгеніндей көрінді, шыныменше бүйтіп жалындап келгені. Бірақ қазір уже уақыт өте келе сөніп баратыр. Өйткені алдындағы эфирларды байқасаңыздар, Жәнібек айтып қалды, негізі бұда Маяда кішкене сыртта да кішкене оқажып ететін адамдар бар деп ше. Сырттан да жұмыстан постоянно сыйлық алып шығады, анау мынау деген сияқты қылып. Может, білмеймін, енді уақыт өте келе адамды тани бастағаннан кейін, жаңағындай, білмеймін, Жәнібек, сен негізі өзің солай ойламайсың ба? Жаңағындай жағдай жағынан деген сияқты бар ғой, қаржылай жағынан, жаңа ата-анамен бірге тұрмаймын дегені бар. Мен сол дүниені бағана бір қатысушылар талқылап жатыр да, мысалы, ананы айт, мынаны айт. Просто өзінен сұрайық та Маяның жеке. Не үшін тұрғың келмейді? Себебін айтсын да, осы деген сияқты қылып. Біз соны білмей жатып, өзімізмен өзіміз талқыланып жатыр мысалы да. Себеп болады. Ертең мен келіндік өмірге дайын емес, мен просто күйеуімен бөлек тұрғым келеді. Или жалпы андай деген бір конкретно бір себеп бар ма мысалы? Мен алдында айтып өттім ой себебін. Ол жерде мен келіндік қызметтен қашып жатырмын деген әңгіме менде болған жоқ. Мен оны жасай аламын, егер көмек керек болса жиындарда бара аламын. Бұл кісінің өзіне жеке де түсіндіргем. Ол айтылатын нәрсе бар, бұл жерде айтылмайтын нәрсе бар да. Ата-анамен бірге тұрудың плюстары, минустары. Мен бұл кісі өзіне жеке де түсіндірдім. Сондықтан да сіздің жаңағы сонымен бағана сіз айттыңыз ғой, мен Жәнібекке қарай сезім әлі ашылмай жатыр деген сияқты қылып. Сол нақты ма? Ол негізі олай мен кеше сұрақ қойылды Маяға. Айтсаң. Өзім жауап берейін. Енді басында жанып келгенім рас, бірақ енді қазір бізде көп нәрсе әртүрлі ғой, енді жасайтын әрекеттерімізде, сөйлейтін сөздерімізде деген сияқты. Содан кейін ба білмеймін, или бұл кісі жаңағыдай эфирде де көп айтып жатыр да, алдындағыдай қарындасым сияқты көресің, осындай сол нәрселердің барлығы мені кәдімгідей басып тастады, честно айтамын. И содан кейін де мен біртүрлі болып қалдым. Мен как будто басқа адамдарға повод беріп жатқан сияқты. Бұл кісінің өзіне де айтқам, менде ер балалармен мен дос емеспін деп. Ер балдардан мен достарым жоқ мүлдем. Араласатын ортам өте узкий деп. Бірақ Мая, сөзіңізді бөлейін, енді жалындап келгеннен кейін әрекеттеріне қарап менің сезімім қазір басылып келе жатыр деп жатсыз. Білмеймін, таныстық жалғаса ма жоқ па, барлығын жарнамадан кейін бірге білеміз.